Қайырлы күн, құрметті студенттер. Қызылорда облысы Арал қаласы Арал индустриалды техникалық колледжі. Оқытушы мен Нұрмағамбетова Гүлбану. Балық өндірісі пәнінен бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы балықтардың дене пішіндері және қозғалысы. Сабағымыздың мақсаты балықтың сыртқы құрылысы және оның дене пішіндеріне қарай жіктелуін үйрету. Балықтар суда тіршілік етуге бейімделген жануарлар. Олардың 22 мыңнан астам түрі кездеседі. Әртүрлі жағдайда тіршілік етуі олардың пішінінің әртүрлі болуына себеп болды. Әсіресе көп кездесетін пішіндер төмендегідей: ұршық тектес, жебе тектес, таспа тектес, жылан тектес, жалпақ және шар тәрізді. Ұршық тектес балықтардың бейнесі жақсы сүйірленген, тұмсық үшкір болып келеді. Бұл типке ұзақ уақыт жоғары жылдамдықпен жүзе алатын балықтар жатады. Негізгі өкілдері тунец, скумбрия, альберт. Келесі жебе тектес. Денесі ұзын, арқа және анал қанаттары құйрығына жақын орналасады. Бұл пішінді балықтар ұзақ уақыт жақсы жүзе алмайды. Жасырынып тұрып, өзінің жеміне не жауынан құтылу үшін ғана тез қимылдай алады. Бұл негізінен өкілдері шортан, сарган, сайрам. Таспа тектес. Денесі ұзын, екі бүйірінен қысыңқы немесе сығылған деп айтамыз. Үлкен тереңдікте тіршілік ететін балықтар. Жаймен денесін ию арқылы қозғалады. Негізгі өкілдері қылыш балық және майшабақ королі. Келесі жылан балық тектес. Бұлардың денесі ұзарған, көлденең кесіндісінде сопақ болады. Жаймен денесін ию арқылы жүзеді. Яғни кәдімгі жылан секілді қозғалады. Бұндай пішінділерге негізі миногалар, миксиндер, жылан балықтарды жатқызамыз. Келесі пішінде бізде жалпақ пішінді балықтар. Жалпақ балықтардың денесі биік, екі бүйірінен сығыңқы болады. Немесе керісінше горизонталь бағытта денелері сығыңқы болады. Су түбіне жақын жүріп, аз ғана қозғалатын балықтар. Бұларға скаттар, теңіз шайтаны және сонымен қоса камбала балығын жатқызамыз. Ерекше пішінге ие шар тектес балықтар. Бұлардың негізгі өкілдері кірпі балық және пиногар. Судың таяз жерінде тіршілік етеді, өте баяу қозғалады. Және де жауынан қорғану кезінде олардың сыртында ерекше қабат болады. Сол қабатқа су толтырып алып, шар пішінге ие болады. Жоғарыда айтып өткен 6 пішінге жатпайтын аралық пішінге ие балықтар кездеседі. Оларға желкенділер, ұзын құйрықтылар, денесінің көп бөлігін сүйек қаптаған балықтар жатады. Келесі біз қозғалуына келетін болсақ, жалпы балықтардың қозғалуын 3 түрге бөлеміз. Олар жүзу, жорғалау, ұшу. Жүзу деген денесі мен құйрығының бүйірі иілу арқылы іске асырылады. Негізі денесінің иілуі бұлшық еттің жиырылуының нәтижесі. Омыртқасы көп балықта денесі жақсы ет. Келесі қозғалудың түрі ол жорғалау. Жорғалаудың бір әдісі кеуде қанаттарының және құйрығының көмегімен су түбінде жорғалау. Мысал алатын болсақ, тропикалық аудандардың жорғалағыш алабұғасы құрлыққа шығып, кеуде қанаттарының, құйрығының және желбезек қақпағының тікенектерінің көмегімен жорғалай алады. Ол дымқыл ауада бірнеше тәулік құрғақтағы омыртқасыздармен қоректену арқылы тіршілігін жалғастыра алады екен. Келесі қозғалудың түрі ол ұшу. Аз ғана балықтарға тән бұл қасиет. Мысалы, әлемдік мұхиттың тропикалық және субтропикалық суларында тіршілік ететін ұшатын балықтар ұзын әрі жалпақ қанаттарын жайып, жыртқыштардан құтылу үшін бұл балықтар судан секіріп шығады. Сол бірнеше уақыттың аралығында 200-400 метр жерге дейін ұшып бара алады екен. Келесі тапсырма беретін болсақ, үйге бұл жерде 4 түрлі тапсырма беріледі. Бірінші, екінші тапсырма ол біздің жаңағы өткен тақырыбымыз бойынша, ал үшінші, төртінші тапсырма студенттер өзіндік жұмыс жасайды, яғни өздері ізденеді. Бірінші, балықтар пішіндеріне қарай қалай жіктеледі, балықтар қалай қозғалады. Осы 2 сұрақ бойынша біз сабағымызда қарастырдық. Ал үшінші, Қазақстанда қандай балық түрлері кездеседі және Арал теңізінде мекендейтін балықтардың пішіндеріне қарай бөлу. Осы үшінші және төртінші тапсырманы өздеріңіз ізденетін боласыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.